Сонымен қатар бізде мәтіндік типтегі мәліметтермен жұмыс істеген кезде кесінді алудың үшінші бір әдісі бар. Үшінші бір жолы ол range функциясын естеріңізге алсаңыздар, қадам қосу, үшінші параметр қадамды қосу. Мысалға мен мына жерде а деген айнымалының ішіне бұның бір бөлігін меншіктеп қояйын. Мысалға екіншісінен бастап 9-шысына дейін және 3 деп үшінші параметр қосамын. Енді print a деп көретін болсақ, бұл қандай нәтиже береді? Z, W, P деген 3 әріп шығарып беріп жатыр. Бұл қалайша? Екіншіден бастап 9-шыға дейін 3 қадаммен деген сөз. То есть бұл range функциясымен осы кесінді алу, аралықты көрсету мәселесіне келгенде екеуі бірдей жұмыс істейді. Екеуінің жұмыс істеу принципі бірдей. Екіншіден бастаймыз. 0, 1, екінші әріп бізде Z-ке түсіп тұр. Екінші индекс Z-ке. Z-ті шығарады. Одан кейін 3 қадам жүреді. Сонда 2-ге 3-ті қоссақ 5 қой. Келесі 5-ші индекске түсеміз. Мынау 4-ші. Z бізде 2-ші. A 3-ші. Q 4-ші. W 5-ші болып тұр сонда. 2-ден кейін 3 қадам 5-ке түсеміз. W шығады. Одан кейін 5-тен кейін тағы 3 қадам жүреміз. Онда 8-ге түсеміз. A 6-ші, пробел 7-ші, P 8-ші. Бізде міне осы Z, W, P деген 3 әріп шықты. Одан кейін бізде 9 конечный болғандықтан одан ары бармаймыз. Осымен тоқтайтын боламыз. Немесе мысалы мына жерде мен 2 деп қояйын және мына жерде бос қалдырайын. Осындайда жазудың түрі бар. Бұл не деген сөз? 2 қос нүкте тұрса, басы мен аяғы көрсетілді және қадам саны көрсетілді деген сөз. Яғни бізде B де айнымалысының ішінде сақталған мәліметтің басы көрсетілмеген, ол ең басынан дегенді білдіреді. Аяғы көрсетілмеген, ол аяғына дейін, до конца деген сөз. Ал соңғы көрсетілген 2 қадаммен деген сөз. Бұны запуск басатын болсам, бізде мынандай әріптердің жиын шығып жатыр. Бұл қайдан шығып жатыр? Басынан бастап Q-дан бастаймыз. 2 қадам жүрсек, Z-қа түсеміз, тағы 2 қадам, Q-ға түсеміз, тағы 2 қадам, A-ға түсеміз, тағы 2 қадам пробел тастап P-ға, 2 қадам T-ға, 2 қадам O-ға. То есть мына жерде көрсетілген біздің әріптердің қайдан шыққаны түсінікті. Енді тағы былай да көрсетуге болады. Мысалға A және S айнымалысының ішіне B деген біздің мәтініміздің мысалға 1-ден бастап 8-ге дейін 4 қадаммен десек те болады. Мысалға онда print A үтір S деп жазайық жанына. Сонда 2 нәрсе шықты, и жанына A және W әріптер шықты. Қалайша? Бірінші әріп бізде A болады, одан кейін 4 қадам жүрсе W-ға түседі. Одан кейінгі 4 қадам бізде мына 8-ші индекстан асырып жібереді, сондықтан тоқтайды. Қадам саны range функциясын естеріңізге алсаңыздар, ол жерде артқа қарай жүру дегенді -1 қадаммен көрсетеді. Неге? Бұл жерде де тура солай. Егер мына жерде -1 деп жазатын болсақ, аяғынан бастап басына дейін керісінше деген сөз. Сонда бұл бізде пробел қос нүкте -1 біздің текстімізді керісінше шығарып береді. Міне қазақша Python дегенді керісінше оқуға болады. Немесе мына жерде -2 деп жазатын болсақ, біздің артынан бастап әріптеріміз біреу ара тасталып кетіп отырылады. Мысалға бірінші N әріпі ең соңғы, одан кейін артқа қарай 2 қадам H, артқа қарай 2 қадам Y, 2 қадам пробелге түседі, 2 қадам W, A және A әріптеріне түседі. Осылайша бізде берілген мәтіндерді бөліктеп кесіп, бізге керек бөлімдерін кесіп алып жұмыс істеуге болады.